бәрін бүлдіріп кеткен осы ауыл. Осыны. Мынау миллиондаған ақшасы бар біле. Көтінің астына басқан долларлары бар деп оптымаймайды. Мынаға не керек МТС-тің тракторы? Мынада бар МТС-тің тракторы. Менде жоқ. Міне, көне халыққа не көмек? Бұл не су бар деп айтады. Бұдан неге сұрайсыздар? Мен суды алам дейді. Ең жер көбейгені осы. Мына 5 гектар 3 гектардан екенін бұл сөйлемейсіз бұны. Суды алады, келесін алады ол. Ақшасы бар ма? Ақшасы бар, ақшаны тұрған ауданға барып. Мен ақшасын төледім, суды. Мына кісінің бізге не дейтсің ма? Бұл басы есім. Сен әлі бұл халықты басқарып отырасың. Сен халқым тыныш болсын дейсен, халықтың жағдайын ойла. Ол жағдай неден басталады? Ауылдың халқы малы болмаса, несі болмаса, несімен отырады бұл ауылда? Малдың бірінші проблемасын қара биыл. Бір рулон чөп 15 мың теңге болды. Неге? Өйткені ана 15 мың куб су жинады дегенің, мына жерде жеңгейлер отыр, мен саған айтпаса еркекше айтып берер едім қалай екенін. Ана сенақос мата егін судың құны көшіп келе жатыр бері. Өкімет кезінде бәленбай мыңдап мына жерде мал баққан ата әке шешеміз. Енді бір азын аулақ малды бағуға шамамыз келмей қалды. Неге? Мына сияқты топастардың жұмыс істемейді. Мен бетін айтам, соттаттаңдар, соттат жіберіңдер. Менің артымда 4 балам бар. Bir ауыланың ішінде 10 соты үйдің ішінде 30 сиыр тығып бағып отырық. 30 сиырды. Мына жаққа боғым дейесің, мына жаққа шөбім дейесің. Енді оны қайда апарам мен айтшы? Бия бағатын жер жоқ. Келетті ептуамет көп. Жаздың ортасында кетті ана. Тура мал шығатын жолдың ортасын жолды кәдімгі өкімет кезінде салған жолды жыртып тұрып салып тастады. Мынау қайда қарап отыр мынау? Осыны таныстар салды ғой өйткені. Қайда қарап отыр? Жерді 2018. Мынауыңды құртпасаңдар бар ғой. Мен біле өзіме ответ бермейін есім. Мен жаным бар ғой. Ауырып жарым жан болып әлің жүрім. Артымда 4 ұлым бар. Біле мен мыналардың басын кесіп алам. Айтты деген осы. Есім, просто мен титығыма жетіп тұрда ма? Ертең мен 30 сиырым қайда бағам айтшы? Өкіметтен мен ештеңе сұрап атқан жоқпын. Малымды бағайын деп жүрмін. Әрқайсыңызда 5 сиырдан бар. 5 сиырыңыздың құнын есептесеңіздер 75%-ын жем тамағы бағуына төлейсіздер. Ертең бұл ауыл болғаннан кейін бәріміз шетімізде хирург, врач, специалист емеспіз. Сол малға күніміз қарап отыр. Мына ауылдың үшбұрыштық қоршада кеп, оның бәрі не? Оның бәрі жоғарыда отырған бастықтардың білімсіздігі. Елбасымыздың өзі айтып жатыр, ауыл жылы, ауыл программасын құрып берді. Тоқаевтың өзі қолдап отыр. Бұның бәрін істеп отырған мына өзіміздің адамдар. Бұл деген не? Бұл жаңағы біреуіміздің ағамыз, біреуіміздің ініміз. Ертең осының бәрімізге келіп тіреледі. Былтыр сиырларыңды ұрып өлтірді ма? Келесі жылы біріңді-бірің ұрып өлтіресің осы үшін. Дұрыс айтасың. Ал МТС айтады. МТС айтады. Сол МТС егер естеріңде болса, жоғарыдан келген басшылар осы әрқайсыңның басыңа шағып ақшаны бөліп тұрып, халық ертең жұмыс жасасын. Жерге қарап қалмасын. Сол үшін ұрып берген бұны. Ұқтыңдар ма? Сендердің 4 миллион теңгеге бағана іспей сайт етті. Ақ болды, көк болды деген әңгіме. Бұл көзбояушылық. Мынаны елбасына, президент мырзаға жіберу керек мынаны. Ал жібермесеңдер бұл әңгіме келе жатқан міне есім жақындаған әкім болып отыр. Бұған дейінгі әкімге дейін болып атқан шаруа өтірік пе? Рас. Болмады ма осындай? Халықтың қашанғы төзімі болады. Менің 10-нан аса сиырымды ше. Қай жерге апарып бағам менен? Ертең айтыңдар ше. Табын қай жерге шығарасың? Күніне бір салафанда пакеттегі сүт 350 теңге. Менің 4 балам бар. Мен күніне 3 литр сүт сатып алам, есім сені қанолым. Ауылда отырып
Президенттің өзі, елбасының өзі айтқан, екі сиыр ал да бақ дейді. Жарайды, ол кісі көрген ғой, алыстан көрген шығар, осындай мемлекетті құрды. Ал енді ол екі сиырды алып бағып жатыр. Енді ертең күніміз қайда бағамыз ол сиырды, Есімхан? Айтыңыз, мына халықты жерге қаратпаймыз, халықтың жағдайы дұрыс болсын десеңдер, жұмыс жасаңдар. Мен әлі айтып болған жоқпын. Сізді тоқтаңыз, тыңдаңыз. Мына біз сіздерден аспандағы айды алып бер деп жатқан жоқпыз. Өкіметтің құрып берген елбасының ауыл жылы, ауыл бағдарламасы деген бағдарламамен дұрыс жұмыс жасаңыздар. Болды.